Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай керемет, өте дәмді алма қант дайындайтын боламыз. Балаларымыздың сүйікті тәттілерінің бірі. Балаларыңызға жасап беріңіздер, қуантыңыздар. Жасалу жолы өте оңай, сондықтан да видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Әлі де көп рецепттер салатын боламын. Ең алдыменен алмаларымызды жақсылап жуып аламыз. Және осындай ағаш таяқшаны кесіп аламыз, керек жерін. Барлығын алмаларымызға осылай тығып салып алатын боламыз. Алмаларымыздың көлемі кішкентай болғаны жақсы. Қатты үлкен алмамен болмайды. Осындай кішкене алмалардан жасасаңыздар өте жақсы болады. Енді сиробымызды жасап аламыз. Ең алдымен қантымызды саламыз және суымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Содан соң красителімізді қосатын боламыз. Гелевый краситель болса да болады, құрғақ краситель болса да болады, маңызды емес. Және түстерінде өздеріңіздің қалауларыңызша өзгертуге болады. Мен қызыл түсін таңдадым. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Қызыл түсін таңдағанда бір шай қасық көлемінде салыңыздар, одан аз болса қанық түс шықпай қалады. Енді отымызға қоямыз. Басында отымыздың астын қатты қоямыз қайнағанша. Содан соң қайнаған соң жай отта қайнататын боламыз. Қайнайын деп жатыр. Міне қайнады, енді лимонный кислота саламыз. Міндетті түрде, әйтпесе біздің сиробымыз шықпай қалады. Лимонный кислотамызды да аз мөлшерде саламыз. Лимон шырынын салсаңыздар да болады. Неке жақсылап араластырып тұрамыз. Біздің сиробымыздың дайын болғанын қазір көретін боламыз. Дайын болып қалды. Енді оны білу үшін біз мұздай суға сиробымыздан 1-2 тамшы саламыз. Сонда ішінде қатып қалу керек біздің қантымыз. Неке қатып қалды. Енді дайын деген сөз. Енді сиробымызды алып, осылай алмаларымызды батырып аламыз. Барлығын тез-тезден жасаңыздар. Осылай силиконовый ковриктің астына қойсаңыздар да болады, немесе пергамент қағазымызға да үстіне қойсаңыздар болады. Ыдысымызға қойсақ, ол жабысып қалуы мүмкін. Неке дайын болды, өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер, балаларыңызды қуантыңыздар. Өзіміздің қолымыздан келген ешқандай қоспасыз өте дәмді болып шығатын тәттілер. Сіздермен бірге болған аспаз келін. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, әлі де көп рецепттер болады.